Kunun esas vakaları akta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Истакаева çalışam. Hayırlı akşamlar. Бахчисарайда муниципаль унитар муссенің müdiri Игорь Голиковны хабар алуда вехырсызлықта қабатлап апске алдылар. Қырым пиаделеріне кенінде yollarda қавсызлық қайделері ақында қатырлаттылар. Ахмеджетте істегенлерге тонометрлеріні бедават ешкерділер. Дүнияви Европа чемпионы Александр Еременко Кёкусинкай бойынша біріншілікнің мақсус мұсафыры олды. Шайри Ольга Голубеванен юбилей Иджади Корешов бұл ұста тәржіман Қырым татар эсерлеріні рус тілінде танытты. Улы ватан женкі абиделеріні кереклік кібі тәртіпке кетірмек. Бұл ақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Везірлер Шурасының топлашуында хабер етті. Бөле монументлер бақылывы üçün месул олған вазифедар шақысларға да чарелер қатты жаулажақ. И руководители местные, и партийные руководители, всем буду задавать вопросы, если буду видеть памятник в надлежащем состоянии, куда смотрели все, кто отвечает за работу в конкретном регионе. Бунин бирабира биделерінің весиқалары олмағаны авалерге диққат айырмаға себеп олмайжақ. У всех возможности есть. У кого нет, я прошу, позвоните мне, хочу посмотреть, у кого такой нет возможности. Банку краски я каждому району подарю. Беди фильмлер информацион аналитик программалар ве майыз 9 күні Қырым телеканаларында бераберлікте кечірілген марафон. Улы ватан женкінде ғалебенің 75 жылығына азырлықны бүгін информацион саясет технология ве бақ бойынша комитетінің топлашуында музакире еттілер. Информацион идария везірінің муавины Вадим Первых қайдетті ке женк мевзусы Қырымның әрбір регионында айдынлатылажақ. Отдельно эта тема входит в повестку созданных в прошлом году филиалов, входящих в структуру АНУТРК Крым, телеканалов Керчь-24, Евпатория-24 и Ялта-24. Региональ көтлеве мәлімат васталарының векілдері кечкенсене бежерген ішлері ақында марузалар или чықышта болындылар. Қырым татар милли телеканалының генераль мүдірі Яны Лейхалар ақында тариф етті. Әмді милли көреш чемпионаты ве әрелік миллет менлігі адлы джемиет танылуы микафаты жанлы эфирде кечірілгені ақта білдірді. Переводится как «Гордость нации», где в 12 номинациях были отмечены люди различных профессий, это и культура, и медицина, и образование, и так далее. Люди эти с разных регионов нашего Крыма, нашего субъекта, который своим многолетним трудом вносит качественные изменения в развитие своей отрасли. Bundan da gayrı Ervin Musayev hatırlattı ki Vatan Sidası adlı Milli Radyo Cumhuriyetimizin 80% territoriyasını kaplap ala. Парковка üçün паралар бюджет еріне жепке қойыла. Ахмеджет мемурлары девлет айырған мал мүлкіне сайып чықалар. Ичкі ішлер везірлігінің хадимлері қайдеттелерке қанын бұзуcıları гражданлардан парковка üçün пара алып, қассаға қошма, яғни МУП идаресінің исабына кечірмейділер. Бұл себептен жинайы иш açılды, муниципаль идаресінің мүдіріні ве парковка бөлігінің реберіні яқаладылар. Руководителю предприятия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении бригадира в виде запрета на определенные действия. Также следует отметить, что в ряде СМИ была опубликована информация со ссылкой на некие источники в правоохранительных органах о якобы причастности к совершению указанного преступления бывшего руководителя указанного МУП. Данная информация не соответствует действительности. АТР телеканалының реберлігі бір шейсіз қалдылар. Февралін 10-да телеканалының эфирінде бом-бош студияны көстері башладылар. Тек бір язы сейф АТР, яғни АТРны құртарыныз демек. Телеканалға малие айырылуыны Украинаның казначылығы тендер кечірілмегені себебінден блок етті. Девлет каналға 2020 сенесі 50 миллион гривна айырылғанына бақмадан. Бұл ақта телеканалының генераль мүдірі Ленур Ислямов білдірді. 2020 год. Следи за цепочкой. В бюджете нас вот так вот, как АТР, прописано нет. Постановы, которые принято в январе, нас тоже, мы ее получить не можем. Бұл аселет япылдымы деп сорай Ленур Ислямов. О Украин акимиетінің аңлашылмас әрекетлері велафларына ачулана. Мы бы поняли, если бы нам сказали бы, допустим, ребята, в бюджете денег нет, давайте как бы там пока уходите в отпуск, пока
этого никто не говорит. Ассигнование открывается и тут же блокируется казначейством. Знаешь, это такой какой-то как злой гений такой, ты знаешь, и туда не знаю куда, принести тоже не знаю что. Сақ шәрінде әлевленген evден 14 адамны тахлие еттілер. Набережная соқағында чоқ квартиралы бинаның 7-ші қатындаки балкондан төтен шығып башлады. Янғынның мейданлығы 8 квадрат метрні тәшкіл етті. Құртарыcılar бір қажидаққа девамында тұтышуыны сөндірділер, ераланғанлар yok. Хабар алу ве башқанын мүлкиетіні қырсызлану бойле Қабат Бақшысарайдаки муниципаль унитар музейінің мудирі Игорь Голиковға юкленді. Белі олғанына көре 2018 сененің июнь айындан 2019 сене июль айына же офектив бір қадемнің айлығыны озу алды. Бұ қарарнен 300 000 рубле тәшкіл етті. Тақиқат комитеті жинайы иш ашты, кышыны 2 айға апске алдылар. МОП мудирі иш адамның ишанчлы адамындан бизнесмен акционда иштирак этмесінде ярдым көстергені үшін хабар талап етті. Бұл аукцион киралық аңлашув тізмеге ақ бере. Хатırlatамыз, январның 27 күні Игорь Голиковны 150 000 рубле миқдарында хабар алғаны үшін яқаладылар. Yol хаталарына афу etmей февральның 7-сінде ГИБДД идаресінің хадимлері бутон Қырым бойынша «Диққат пияды» адлы акция кечерелер. Олар yolның хафлы қысмыларында пияделерге ве айдавчыларға yol әрекеті қайделеріне диққат айырмақ кереклігі ақында хатырлаталар. Біздің телевизион тақымыз да бойле рейдке иштирак етті. Тәфсилатларына мұхбиріміз Айша Шулакова біле. К сожалению, пешеходы попадают чаще под колеса автомобилей, поэтому мы проводим эту акцию. Диққат пияды адлы профилактик акциядан евел инструктаж кечерілі. Полис капитаны Наталья Романова рейдінің хусусиетлерін ақында тариф етті. ГИБДД идаресінің хадимлері Ахмеджит районы Кичкене койының ең керген әрекетлі қысмыны сечтілер. О Джумхури эмиет ташыған трасада ерлеші. Яқын ерді балабақчасы, мектеп ве аграр колледжі ерлеші. Будьте осторожны. Почитайте внимательно. Полис хадимлеріне ярдым етмек үшін студентлерді келді. Олар yolda пиаделер насыл алып бармақ керек олғанына ақында кәғытларны дарқатталар. У меня сейчас несколько знакомых лежат в больнице с переломами многочисленными из-за того, что вот сбила машина. Это, конечно, все очень печально. И вы решили? Да, все-таки принять участие в акции, чтобы таких случаев было меньше. Чоғысы оларға қолайлы олған ерде юрелер ве қайделеріні бозалар. Башқалары есе диққатсыз олғанлары үшін yol қайделеріні сықалда бозалар. Бөле фікірінің пиаделер өзлері сеслендірділер. Многие не соблюдают. Всем как-то лень перейти 100 метров до пешеходного и постоять там. По зебре тут мало кто переходит. Все переходят либо здесь, а зебра рядом. Вот. Ну, естественно, надо по зебре переходить. Қазалар сайысының эксілмесі yollarda адамлар өзлеріні алып барув медениеті юксетілігі. Акцияның эсас мақсады будыр. Уважаемые участники дорожного движения, в данный момент вы являетесь пассажирами, но буквально через 5-10 минут, смотря кто куда едет, вы превращаетесь в пешеходов. ГИБДД хадимлері автобус айдавчыларына емді yolcularga диққат айырдылар. Будьте внимательны на дорогах. Аккуратно смотрите. ГИБДД идаресінің малюматына көре, елінің башындан Ахмеджит районында пиаделер иштирагынен 5 yol қазасы юз берді. Бір адам ілі қолды дорты хастаханеге оғрады. 4 ДТП произошло по вине самих пешеходов, поэтому мы и проводим данное мероприятие. Основная его цель не столько наказать водителей, как более сделать акцент на пешеходах. Акция февральның 13-не қадар девам етежек. ГИБДД инспекторлары Қырым бойынша ең керген yol қысымларында невбетчілік етежеклер. Полис хадимлері диққатлы олмаға ве қайделеріні riayet етмеге чағыралар. Қазаға оғрамақ яда бір қач дақаға кеч қалмақ. Бұл сізін қарарыңыз. Айша Шулакова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қырымда кележек 2 ел давамында федераль бюджеттен 4 миллиардтан зияды рублені сағлық-сағлав адлы миллилейха әмелге кечірулівіне масраф етежеклер. Олардан 2-ден зиядесіні бұ сене айырajaqlar. Бұл ақта везірлер шурасының топлашуы кетешатында Жемхуриетіміздің сағлық-сақла везірі Игорь Чемоданов хабер етті. Бұндан ғайры 2020 сенесі Қырымда 5 район ара онкология меркез ачылығы назарда тұтыла. Буджанкой, Кезлев, Керыч, Ахмеджет, Фешерлер олачақ. Предстоит большая работа в 2020 и последующих годах по формированию амбулаторной онкологической службы на межрайонном, межмуниципальном уровне. При подозрении на онкологическое заболевание это позволит максимально быстро провести полное обследование и установить диагноз.
Толу рақами система яратылуы планлаштырыла, оларға Қырымның эпосы тіббей мүсселеріні құшаджақлар. Ахмеджетте артериаль басымыны өлчеген турмуш тонометрлеріні тешкірділер бүгін Росстандарт хадимлері бұ алетлерінің көстергічлерінден ғайры бұзулар yok етілуі ақында тәвсиелер берділер. Бұтын Русия акциясы ақында тәвсилатлар мұхбірлеріміздің левхасында. Александра Тараненко тәжірибелі гипертоник хан басымыны әркун өлчей. Оның үшін тонометріні сықалда тәшкермек керек ола. Бүгін Росстандарт эдәресінің хадимлеріне ярдым сорап мұражат еті. Олар сәкінлерге бедава меслят берелер. Я постоянно делала, но за деньги делала. Впервые узнала вот с объявления по телевидению, что будет бесплатно. Юрий Стрюченко есе акция хында «Комсомольская правда» газетасында оқуған. Әр кіші мындасы қалда электровакуум алетлеріні тәшкермек үшін кетіре. Я должен сказать, что обслуживание здесь на высоком уровне. В очереди практически я находился 10 минут. Поверка заняла вообще 1 минуту. Поэтому сервис на высоте. Я должен сказать, что я в самом деле доволен результатами этой поверки. Эмин ол сағлам ол адлы бүтін Русия акциясы Қырымда 2 елдан берлі кечірілі. Мутехасыслар сәкінлерге артериаль хан басымыны өлчемек турмуш тонометрлеріні мұнтазам сөретте тешкермек кереклігі ақында малюмат берелер. Явка граждан составила порядка 100 человек. Это в 5 раз больше, чем было в прошлом году. То есть сработал эффект информированности по сравнению с прошлым годом очень хорошо. И мы будем работать до последнего сегодня клиента. Буалет ярдымынен тонометрлерінің эпісі чешетлері тәшкірілі. Механикадан автомат чешетлеріне же. Бірқа әрекеттен соң техник весихаларда берілген хасасиетлерінің доғырылуы белгілене. И показывает в итоге, соответствует или не соответствует прибор тем заданным значениям верхнего и нижнего давления и частоты пульса. Бүгін Росстандарт эдәресінің метрологлары алетінің көстергічлеріні тәшкермектен бірде, бұзуларны yok etmek ақында тәсейлер берділер. Кележек сене бұл акция кереч векізлев шәрілерінде кечірмеге ниет бар. София Шукурова, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Балаға китап бақшыш эт бойлесерлевалы хайрия акциясы Ахмеджетте кечірілді. Енді 2 елдан берлі Қырымнан первасыз қалмаған сәкелері бала евлері неви интернатларға әдеби нешірлер топлайлар. Парлах жылтлар ве чешет ренкли иллюстрациялар. Вернадский адына Қырым Федераль университетінің студентлері эллерінде бала масалары ве икиялері китапларыны туталар. Олар бұл нешірлеріні интернат ве оксюз балалар евлеріне йолламаға азырлайлар. Бұл акциянды аняневи олып қалды. В прошлом году, когда мы приезжали в Евпаторию, я лично там была, я лично проводила мероприятия для этих детей. И очень классно, когда у них в глазах горят огонечки, когда ты приезжаешь. Во-первых, это то, что у них пополнилась библиотека. Я, как будущий издатель, прекрасно это понимаю. И важно знать и видеть то, что дети любят все же это чтение. Значит, они не до конца как-то ушли в социальные сети. И, в принципе, значит, что-то не зря происходит в этой жизни. Дмитрий Смолянин, программист тәлселіні ала. Оқуф ағыр олғанына бақмадан жемат ішлерінде де іштирак етмеге тырыша. Акцияда 2 ел қатнашай. Егет китапларны шәрінің чешет районларындан кетірмеге ярдым әте. Само занятие это очень интересно. Ну, чувствуется то, что ты как-то помогаешь людям, вот даже в разных мелочах. Просто, то есть отдать свою книгу, которую ты читал в детстве, это несложно, но ты понимаешь, что этим ты можешь сделать приятно какому-нибудь маленькому человечку. Акция кечкен сене декабрның 19-ында башланды. Бұл вақыт девамында кичік оқуйчылар үшін 500-ге ақын китап топланды. Фальжилерге оларның ғаясы илхам бере. Бұл іштимай жеттін құрчаланмаған балаларға ярдым ве дестек етмек. Ве әлбетті лайық олмаған адамларға эйлік етмеге имкан бермек. Ребята наши, тоже отрядники, разрабатывали собственные книжечки. Вот одна из них была авторская. Хари акциясыны энді екінші кере кечерелер февральның 14 күні китап бақшыш етілуінің халқара күні сайла. Оның үшін студотрядларының азалары бұл күнлерді чешет факультетлерді, мектеплерді ве танышлары арасында китаплар топлануы ақында малюматны дарқаталар. Когда мы там приходили в библиотеку, естественно, там детей
пособирали, чтобы они видели, что это им принесли. У них такие горящие глаза, очень, очень приятно видеть, что это им нужно, и они там сразу начали рассматривать, какие книжки, может быть, даже кто-то начал выбирать, что кому интересно. Біздің телеканалымыз да бұл акцияға қосыла. Китапларны февральның 14-не Таврия академиясының 500А одасына кетірмек мүмкін. Февральның 12-сінде студентлер китапларны бақып, оларның мундережесіне көре пайлаштырacaklar. Бөле етіп, нәшірлер өз оқучыларына тезже барып етер. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Ольга Голубеванян шейрет бақчасында бойле серлевалы Иджади Курюшов Исмаил Гаспринский адына Жемхури Қырым татар китапханемізде кечірілді. Оны Қырым Девлет мүкафатының лауреаты 60 яшыны толдырғанына бағышладылар. Муэлев Тәржіман ве шайыр фаалиетінің насыл еті бірлештіргені аққында Айша Шулакованың левхасы. Началось все с песен. Я сначала переводила песни. Песни исполнялись на 2 языках. Ольга Голубева Қырым татар шайреса, Қырым гимнының вечоқтан чоқ шири джиндықларының муэлифа. Ойымды Қырым татар шайретіні тәржіме тувнен белі. Я слушаю этот язык, я стараюсь понять этот язык, мелодику этого языка. И перевожу всегда с оригинальных текстов. Но, наверное, поэтому получается красиво, мелодично. Главная заповедь переводчика – не испортить переводимое стихотворение. Оның ширлері о қадар айынклеке, оларға музыка тек түз қоша. Ольга ханумның чоқысы әсерлеріне музыканы белі ижраджы бестекер серверка Кура язды. Любимый Крым деген ері бар еді. Şu yer Rus tilinde çıkan edi. Ama ondan son uç tilinde yapayık diye bir fikir geldi. Ve Olga onu birden çevirdi. İkinci beytini Kırım Tatarca yaptı, üçüncü Ukraynaca yaptı. Ve bu yer gerçek adamların birleştirgen yer oldu. Bundan sonra Kırım Tatar klasiklerini tercüme etti başladı. Onun Sevgi Bakçasında adlı jintığına 17-20 asırlarga ait 8 şairinin ve zemanevi müelliflerinin tercümeleri kırdı. Bu iş için Ольга Голубева Бекир Чубанзаде adına halkara mükafatқа nail oldu. Но самое сложное, наверное, Бекир Чубанзаде. Это настолько философские, сложные произведения, и, конечно, переводить очень сложно. Да, собственно, и классика, вот Ашик Умер, это поэт 17 века, язык сложный, язык трансформируется, язык меняется, уже некоторые слова ушли из языка, поэтому, конечно, это тоже сложно. Ольга Голубева Қырымның шерефлі сакина, Қырым Девлет мүкафатының лауреаты, Русия ве Қырым yazıcылары бірлігінің азасы. Bu sene fevral ayının başından beri ойымды Cumhuriyetimizde nam kazanған санат ырбабы oldu. Вам спасибо, что вообще вы в нашем обществе есть. Спасибо что вам вы без вас большое. делали? Спасибо большое. Что вы так красиво татарскую поэзию. Шайренің 60 yılығына Исмаил Гаспринский адына Қырым татар китапханенің хадимлері Корушув тәшкілеттілер. Тедбірінің ады да Тимсаль ташыйчы oldu. Ольга Голубеваның шайреті бақшасында. Вемында оның яны ішіна шайыр yazıcı Аблязиз Велиевнің Бала Дүниясы китабының тәржімесіні тағдым еттілер. Битамлар yaşagan koy Karadeniz'e yakın. Etrafı yem yeşil dağ. Nasıl da dülber bakın. Қырым татар тіліні теренден білмеген инсан шири эсерлерінің ағыр тәржімесінен енгінлікнен бежере. Бабушка живет моя рядом с Черным морем. Приезжал к ней в гости я бегать на просторе. Тәржіман ұсталығыны Голубева Эмді Велиевнің башқа эсерлерінде açtı. Созвучие сердец адlı жиынтығы үшін о Қырым Cumhuriyeti'nin devlet mükafatına nail oldu. Хотели бы, чтобы вот антология крымско-татарской поэзии вышла под переводом Ольги Владимировны. Это исторический сборник было бы. Я понимаю, это тяжелая работа, долгая работа, изнурительная работа. Но я думаю, она сможет это. Она талантливо переводит. Шайренің ижадыны сайып севген ве қадрине еткенлер арасында оның зенаддашлары, белі артистлер ве Cumhuriyetimizin cemaat erbapları. Bizim Aşık Umer, Cevheri, Çobanzade, Şimizade, Latifzade gibi şairlerimizin Rusça pek ustalık, yüksek seviyede tercüme etti. Pek yaxşı yapar. Bu sene onun ilk şiirler жиынтығы dünya yüzünü korda. Bala şiiriyeti onun icadına yanı bir basamak oldu. Ayşe Şulakova, Максим Турчев, Миллет үшін.
Қырымлы енгіл атлетчі Александр Кадуха Россия біріншілігінде юниорлар арасында ғалип шықты. Ярышлар Волгоградта кечті. Медальлер Ичон мемлекетінің 60 региондан топланған 50-100-ден зияды енгіл атлетчі көрешті. Финалистлер арасында МД Қырым спортчысы Бекер Ислямов о спринтер месафесінде 5-ші ерні қазанды. Қырым Жұмхуриетінің жима тақымы 2-ші лига тақымлары арасында 1-ші ерні қазанды. Кележек сене спортчыларымыз Россия ярышының 1-ші лигасы чықышта бұлына жақлар. Ахмеджетті юниорлар арасында Киокусинкай бойынша біріншілік олып кечті. Ярышта Қырымның эпосы регионларынан келген 150-ге яқын спортшы иштирак еттілер. Нәтижелеріні біздің левхамызда білерсіңіз. Дұғруве қатты әрекетлер. Бір бақыштан бұл назик қыз каратының қатты ұрувларыны бежіріп оламаз дерсін. Бұл спортшы іштінен Ольга Суханик 6 жылдан берлі оғраша. Исрарлық она бүгін ғалип чықмаға ярдым етті. Чтобы победить соперницу, я использовала удар Малаши Чудо в живот. Для меня этот вид спорта хобби, без которого я уже не представляю свою жизнь. Студентлік спорт елі өз күчлеріні Али Абдулджемилов да сынап бақмаға істеді. Оның үшін бірінші жеди ярыштыр. Каратенен кечкен сене ұғырашы башлады. Шу вақыттан берлі тек идманжинен идман кечере. Бірінші күрешті ғалебе қазанып оламады. Я использовал удар ногами и не обращал внимания на технику рук. К сожалению, из-за этого в основном были получены травмы. Я учел то, что я очень мало ставил блок и в основном не вкладывался в удары. Қаттылық век күч тамам бұ чізгілер Киокусинкай спорт чешітіні тасвир еті. Спортчыларға қолнен башқа ұрмаға ясақ етілі. Башқа сыныр йоқ. Татамиде парлақ күреш бұтын Қырымдан келген юселеге яқын яш спортчыны бірлештірді. Новый тренд – это спорт норма жизни, поэтому молодым спортсменам желаю быть всегда спортивными, совершенствовать без остановки, и чтобы девиз «Спорт как норма жизни» наших спортсменов и спортсменов Российской Федерации это был как бы жизненный лозунг. Мерақлы күрешлеріні Дүния Европа чемпионы Александр Еременко көзеті. О Қырымға мақсус мастер-класс кечірмеге келді. Яш каратистлерге яны приемларны огретежек. Не так давно в правилах есть нововведения. И мы будем разбирать детально, какие нововведения, как использовать, как работать с ними. Ну, то есть я буду рассказывать то, что я на своем опыте приобрел, что я умею делать и как вообще у нас в мировом киокушине, то есть на чемпионате мира, какие используются новые техники. Бүгін Киокусинкай Қырым спортчылары үшін мерақ доғыра. Олар каратенің ақықи күчіні көстерелер. Күнлі кидманлар ве ярышларда yüksek нәтижелер бұны исбат еті. Киокушин воспитывает хорошее качество, которые помогают нашим детям стать лучше и быть полезными для общества. Бұл біріншіліктің нәтижесі бойынша епсі ғалип чыққанлар Қырым Жұмхуриеті чемпионатында иштирак етежеклер. Ярыш Ахмеджетте февральның 24 күні кечірілежек. Айша Шулакова, Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Векенеде спорт хаберлеріні девам етеміз. Қырым чемпионаты ве біріншілігінде су спорт чешітлерінің мектебі 112 медаль қазанды. Ғалибе оғрында 200-ге яқын спортчы көрешті. Ярышлар бір қач күн девам етті. Жұмхури су спорт чешітлерінің мектебі 46 алтын, 41 күміш ве 35 түнш медальлеріні қазанды. Шымды ғалиплер Шарқи федераль округының біріншілігіне ве чемпионатына азырланалар. Ярышлар Волгоград шәрінде кечежек. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.